Көтеннен қан ағу бұл ненің белгісі? Бұл анальды сызат немесе геморройдың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан сіз проктолог, хирург, проктолог дәрігерге хабарласып, зерттеуден өтіңіз. Және анализ, аноскопия, ректомоноскопия өтуіңіз керек. Негізі 60-70% бұл геморрой болып келеді. Геморрой майыздармен, дәрілік заттармен емделеді. Қорықпаңыз. 20-30% ауыр дәрежеде өтетін, ауыр асқынумен өтетін аурулар болуы мүмкін. Ал геморрой ол әртүрлі жаттығулармен, дәрілермен емделетін нәрсе. Тек ауыр дәрежесінде хирургиялық ем қажет етеді. Сондықтан көп адамдарда қазір осындай симптом бар, көп адамдар қорқады. Бірінші енді қан көргеннен кейін адам шошып, қорқып, не істерін білмей қалады. Сондықтан уайымдамай проктолог